Ассалаумалейкум, баршаңызға эфирде таң ат баласы YouTube арнасы. Біздер қазір Бейнеудеміз. Алматы қарай жолға тарттық, жолға шықтық. Ендігі мәселе Бозой ауылының үстімен өтетін боламыз. Но бұрынғыдай жол емес, қазір бізде месторождение Шағырлы Шөмішті сол жолмен кететін боламыз. Ол жолмен мен алғашқы рет және бірінші рет өтейін деп тұрмын. И сіздерге де қызық болады деген ойдамын. Сол себепті қазірден бастап уже жолдың бағытын сіздерге айтып түсіндіріп отыратын боламын. Арнадан алыстамаңыздар, эфирге каналға тіркеліп қойыңыздар, міндетті түрде лайктарды басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Себебі осы жолмен жүргісі келетін адамдар өте көп, сол себепті соларға бір тигізген үлесіміз, пайдамыз болатын болсын. Сол себепті біздер бастаймыз, кеттік. Бізде бүгін автокөлік BYD Leopard 5 автокөлігі примерно дәл осындай салонның ішіндегі көрінісі. Бұрындар енді сіздер білетін болсаңыздар, біздер тұрыштың үстімен өтетін едік, яғни манағы жолдан тіке асфальтқа Ақжігітке қарай жол бағыттайтын еді. Енді біздер вообще мүлдем басқа жолмен жүріп келе жатырық. Бұл жол жалпы вахтовиктердің жүретін жолдары, сол жолмен қазір біздер жайлап жүретін боламыз. Енді әзірше жолдың бағыты өте керемет. Бүгін 12 қаңтар, дала үскіріп тұр. Қасымда Нұржан дейтін бауырым бар. Сол екеуміз жайлап жолға шыққан болатынбыз. Енді жолымыз болсын, аман-есен жетіп алайық. Қазір енді қайдан мына жолға түстің дейтін болсаңыздар, Бейнеудің ішіндегі кәдімгі Ақжігітке қарай бұрылатын темір жолдың астымен өтетін жер бар ғой, содан өттік де сразу же солға ана КС тұр, соған қарай бұрыласың, бұрылғаннан кейін уже сразу тағы да солға бұрылып осы жолға түсіп кететін боласыздар. Енді әзірше жолы дәл осындай, енді ұрып келе жатырық, көреміз қалай болатын. Айналамда егер қарайтын болсаңыздар, дәл осындай станция ма, завод дейміз ба, не дейміз бұның барлығын, месторождение дейміз ба, үшін осындай бір сооружение тұр. Соның маңынан дәл осылай жүріп бара жатқан жайымыз бар. Қазір негізінде жақсы жол түсу керек, сол жолмен тапа отырамыз, және Шағырлы Шөміштіге баратын боламыз. Және де айналасында не бар, қандай дүниелер бар деген сияқты соның барлығын сіздерге көрсетіп отыратын боламын. Әзірше тек қана жол. Жол бойы кетсақ, мынандай бір түйелер жүр екен. Басқа жолмен жүруге болмайды еді, именно жолмен жүру керек бұларда. Қараңыздар. Неше түйе бар мұнда? Үстімізге секіріп кетпесін. Бота тайлақ болып жүр ғой кәдімгідей. Не паникуй. Базар жоқ ма түйелер? Неше түйе бар мына жерде? Көп та? Әйтеуір адам кездеспесе түйе кездесіп жатыр, сау болсын. Сонымен дәл осы жолмен әлі жүріп келе жатырық, еш қайда түскен жоқпыз. Манағы таулы қырат бар, басқа бар. Содан енді жайлап төмен түсіп келе жатырық. Бәрі жақсы, айналада ұшқанда қара көрінбейді. Енді Шағырлы Шөміштіге азғантай бір шақырымдар қалған сияқты, енді мен білмеймін. Көреміз қазір қалай болатынын. Алпыспен жайлап түсіп келе жатырық. Бірақ енді келісетін болсаңыздар, айналадағы табиғат сәл бөлектеу болып тұр енді. Әдемі болып тұр әді. Ассалаумалейкум. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Несі бар ғой? Неге? Мекеме емес, базарға барат едім ғой, еге. Ассалаумалейкум. Қалай, қай жолмен жүреміз? Осылай кетеді, бірақ арда білмеймін мен.
Короче, осылай кетеді дейді, ар жағын білмеймін дейді. Мына жерде көріп отырсаңыздар, бір парктроник кемеға бірдеңеге тиіп қалған да, қар жатыр ма, пиқылдап тұр. Ар жағын білмеймін дейсіз ба? Ермағанбетов фамилия. Свет бар ма мында? Хорошо. Короче, получается, КПП номеріміз жазып алды, одан кейін фамилиямыз жазып алды. Қазір воротын ашып жатыр. Осылай кетесің дейді, бірақ ар жағын білмеймін дейді, қалай баратынымызды. Қалай болар екен, Нұреке? Жол көрсетер. Жол көрсетер. Міне, нағыз дұрыс жауап деп қоясың ғой. Ол қазір 10 жол көрсетсе, оның дармақ қай жолмен кетеміз деп қоясың ғой. Мен білікпей атқаным примерно Бозой бізден осы жолдан сәл оң жаққа болу керек. Ориентирі бойынша да, оң жақтарда болу керек сәл. Жолды көріп отырсыздар, ол тап-таза, ешқандай проблема жоқ. Көлікте бәрі өзін идеально ұстап қоятыр. Көрейік енді әрі қарай қалай болатынын. Жаңа жолмен біздер тіке жүріп келе жатырық. Ендігі мәселе 4 осындай перекрестік шықты, оңға солға тіке деген сияқты. Және де қарайтын болсақ, мына жерде солға бұрылысты Бозой деп тұр. Бұйырса осы жолға қарай бұрыла береміз. Енді бұны былай қарап отырсаңыздар, бекерден бекер қоймаған шығар енді. Опа, на деп жұлқып аламыз да кете береміз осы жолмен. Осы жол апару керек аманшылық болса. Қызық болады енді андай жаңадан жол жүрген кезде. Кайфта, короче, жол білмейсің. Интуитивно ұра бересің да. Көреміз енді осы жол апару керек. Менің бұрынғы жолыма түсірсе, сразу мен түсініп алам примерно қай жақта кетқанымызды. Енді мына бізде қарап отырсақ, кәдімгі месторождение жақта жүр, скважина 34 деп жазылып тұр, мысалға. Скважиналардың арасымен оқып жатыр қой. Көрейік қалай болады. Короче, біздер былай болдық, жаңа Базой деген стрелкімен былай қарай бұрылдық та, бұрылғаннан кейін что-то алдымыз непонятно болып жатыр. Қазір артқа қарай қайтып жүріп бара жатыр, ана заводқа қарай да. Манағы КПП-дан тіке өтеміз да, ана заводтың бойына барамыз. Мынақта линия, осы линия газовый дейді. Осы шағырлаға келіп тұр, и ойлап жатырмын да, что сол линия ары қарай тағы да шығады деп та. Соның бойымен кетем ба деп ойлап жатырмын. Қазір бұйырса, анаққа барамыз қайтадан, манағы перекрестікқа да. Содан солға бұрылып, ана неге қарай барамыз, заводқа қарай. Сол жақта адамдар болса, солардан тіке сұрастырып, барлығын қарап, дальше жолға шығатын боламыз. Пока мен өзім осы жаққа дейін келіп алайын, сосын көремін деген оймен келдім. Енді точно жолды білмегесін, кішкене қиындау болып тұр да. Осылай да кетуге болатын сияқты. Мына міне, егер көріп отырсаңыздар, мына линия ғой, осы газовый линия. Осының бойымен кету керек болып тұр ғой. Но бірақ мынамен кетейін десең, пока мына жақта жол жоқ та, былайнан шықсақ, шығатын болсақ, жол шығу керек деген ниеттемін. Көрейік енді қалай болатынын ары қарай. Перекрестікқа келдік біздер. Қазір осы жерден қайтадан солға бұрыламын да, мына заводтың бағытына бара берем. Көрейік енді осы бағытпен. Осы линия болып тұр ғой міне. Осы линия болып тұр. Завод оң жағымызда қалу керек болып тұр да. И алдымызда дәл осы бағытпен кете беретін болсақ, Базой шығу керек. Көреміз қазір қалай болатынын. Көлік примерно мынау, қазір біздер заводтың маңына келдік. Но бірақ ол жақта былай шығып кететін жол жоқ. Охрана келіп тұрып, бұйырса қазір сұрастырып, дальше қалай екенін біліп алатын боламыз. Қазір мына жолмен бар ғой, барғанда. Иә. Былай кеткен жол тұр ғой. Иә. Содан былай қарап кетесің ғой міне. Аха. Мынаны жағалап кетесің. Аха. Осылай кетесің да, білмеймін, ары қарай осы жол апарады точно. Түспейін ба сол жолдан? Түспегенде Газовый линия қайда? газовый линиясы білмеймін мен. Білетін адам бар ма конкретно? Мына жолда апарады екен. Жолдың қазір қабеті бар ғой. Бұл
жолды апарады, бұдан адасып кетесің дейді да. Жолға қарай шығу үшін. Иә. Мынау оңайлау дейді ғой, мынау бүйтіп барып, осы нән жол, бір жол дейді ғой. Нән жол, бір жол дей ма? Білетін адам бар ма? Звондап біліп алсақ. Білетін адам қазір келеді сағат бірлерде. Неше сағат қазір? Қызық болып жатыр, короче. Жүре берші деймін да, білетін жолыңмен. Жаз емес, күз емес деген сияқты. Қыста жүріп қой осылайынан ертеңіште. Көрейік қазір. Так, алда бір мәшін келе жатыр. Қазір берсе осыдан бір толық сұрап алайықшы, егер білетін болса. Базойға шығып кететін жол білесіңдер ма? Ана повороттан былай қарай кетесің. Ана жерде былай қарай поворот шығады. Так. Сосын жүре бересің. Оңға қарай главный поворот шығады. Солмен жүріп кетесің. Сол кезде сордың ортасымен өтесің. Оң жағында объекті қалады, кесіп үштейтін. Сол объектіге қарай басасың, объектіге қарай тағы оңға қарай жол шығады. Сол объектіге жақындай берген кезде қайттан солға қарай біткен сәл төбеге шығып кететін жол шығады. Ол, получается, ана темір жолдан өтен бар жаққа қарай? Оған дейін біраз бар ғой. Біраз бар да? Иә. Оған дейін осындай қара жол. Осы грейдерменге кетесің почти. 242 дейтін скважин бот. Содан солға қарай көтеріліп кетесің да, содан дальше бір жол жалғыз. Сормен өтесің. Сормен өтем. Сормен өткеннен кейін, тіке сорды өткеннен кейін оң жағында қарасаң объект тұрады. Операторскийлер да біздің. Иә. Сол объектіден өтесің. Объектіден өткеннен кейін уже солға қарай асамай. Солға қарай қайттан жол, сәл төбеге қарай шығып кететін жол шығады. Объектіге барғаннан кейін де жол сұрасаң, анығын сол жерден де айтшы. Болды. Жол бастасын. Все, хорошо, болды. Давайте. Хорошо. Енді біздер кішігірім жол сұрау алдық. Енді бойға кішкене сенімділік ұялату алдық. Қазір қарап отырсақ, перекрестке қарай келеміз. Мына қиылысқа. Ол қиылыста былай қарай жүретін кезде, яғни қазір осы бағыттан оңға қарай жүретін болсақ, Бозой деп жазылып тұрады. Бірақ біз ол жолмен жүрмейміз. Міне мына пикап кетіп баратқан жаққа қарай бағыт аламыз, яғни солға қарай. Вот осы солға қарай жүре беретін болсақ, осы жол жайлап аппарат дейді. Мыш көрейік енді қалай болатынын. Жаңа жігіт айтып еді, осының алдында тағы бір пикап кетті, соны жетіп алсаң, ол примерно сол бағыттарға барады дейді да. Енді ол пикапты жетіп алу енді бізге қиындауға түсетін шығар. Жайлап жүре берейік, көреміз. Ендігі мәселе осы, былай айтқанда ұлы жолғы осы, ұлы жол. Осы жолдың өзі қазір оңға қарай түсіреді дейді. Сосын сордың ортасымен өтесің дейді, содан кейін төбеге көтерілесің дейді. Ну, походу сейчас көреміз енді, былай айтқанда көреміз. Бисмилля, жолымыз болсын, жайлап жүріп кете берейік ал. Тіктер, короче, манағы жол бар ғой, солға бұрылып кеттім ғой. Сол жолдан түспей, білмеймін, ұрып қоятырым, короче. Үйтіп повороттар шыға береді. Мысалға, мынандай поворот шығып жатыр да, бұрылыс. Мынандай. Мен одан түскім келіп тұрған жоқ. Неге? Себебі мынау линия ғой, міне, осы линия. Осы линиямен ұрып қоятырым қазір. Көрейік енді қалай болатынын. Манағы айтқан кісінің что-то нелері. Оң жағымызда бір объект болады деді, ол объектті әлі кездестірген жоқпын енді. Қалай болып кетер екен? Бір техника келатқан сияқты алдымызда. Келатқан жоқ па әлде? Так. Или артқа барып қайттан дұрыстап реттестіріп алайын бекен, а? Так. Қиын екен негізі, толық дұрыс жол білмесең. Алдымызда осындай міне қарсақтар жүр. Осыларға жем болып қалмасақ болды. Қарсақ па бұл, түлкі ма сонымен? Қарсақ. Анау қарсақ, манағы түлкі ма? Ай, қарсақ ау манағыда. Үлкендеу сияқты. Қарсақ ау. Түлкі ау деп қоям. Ай деп қоясың ғой, короче. Әңгіме, түлкі ма қарсақта емес, просто далада қалып қоймасақ болып жатыр ғой, короче.
ана жақта объект тұр ғой тоне, көрдің ба? Видеомен көрінбейтін шығар, көзбен көрініп жатыр бақ. Не бір объект тұрған сияқты, соған бара берейік та жайлы. Жалпы мана жігіт айтып өтті, осындай сордың ортасымен өтесін деп. Міне, мен что-то өзіме уверен болып кетқан сияқты, дұрыс кетқаныма бар ғой. Мына жерде міне дәл осындай сордың ортасынан өтіп келатырық. Ойбай, дұрыс жолға түсшеш, жаным-ау. Иә, міне сордың ортасымен ұрып келатырық. Мынандай жолдарды мен бірінші жүріп жатырмын, шыны керек. Так, мана жігіт айтты ғой бізге ГСП-3 деп объект. Не, осы объект тұр, мына жерде. Содан оңға бұрыламыз деді ғой. Дұрыс па? Осы ГСП-3-тен оңға бұрыламыз қазір. Сосын 200 бірдеңе деген скважинадан солға бұрылып кетеміз деді ғой, короче. Ана пикаптың артынан не де болса жетіп алайық да. Содан сұрап алмаймыз ба? 243 деді ма? Скважинаның аты видеодан қарау керек болып тұр. Ладно, келіп кете берейік, қазір көреміз. Енді не болса да әйтеуір алдымыз елшілік қой. Солардан бір сұрап алып, бағытты дұрыстап реттеп алсақ, уверенно отыруға болады да. Қазір мына жерден біздер солға кетеміз, не де болса. Осы жолдан солға кетеміз. Мынақта бұрылыстар өте көп екен, адасып кете алады екен адамда. Кішкене видеоны дұрыстап мұқият қарамасаңыздар, жігіттер, кішкене қиындау екен. Ана пикаптың адамдары түсем дегенше бар. Сұрастырып алайықшы бар. Ассалаумағалейкум жігіттер. Базарға қалай шығып кетемін осы жолда? В общем, тамен шығасында, то ана тауда спуск көріп тұрсың ба? Иә. Сонымен дальше басасың. Алдыңнан 242 деген скважина шығады. 242, содан солға бұрылам ба? Солға бұрыласың. Тіке баса бересің, алдыңнан 260 деген ұңғыма шығады. Содан оңға бұрыласың. 189 деген скважина шығады. Содан солға салмайды. Тіке. Короче, мынадан кетем да 200 неше шығады дедің? Осыдан тіке шыққан кезде 242 деген скважина бар. Қазір мынау жол бет бұрылып, бүйтіп шығады тауға. Иә. Сол таумен шығасында тіке 242 шығады. Сосын солға бұрыласың, 260 шығады. Оңға бұрыласың, 189 шығады. Солға бұрыласың, сонымен тіке. Сол жол өшім тіке аппарат да. Все, рахмет бауырым, от души. Сау. Так, примерно нақты жолын біліп алдық. Бұйырса енді сол жолмен таппайтын боламыз, короче. Жаңа біздер 242-ні өттік, енді алдымыздан 260 деген ұңғыма шығады деп отыр. Ұңғыма дегеніміз сол скважина. Содан оңға бұрыламыз и алдымыздан 189 скважина шығу керек. Одан солға бұрыламыз. Сосын тіке баса береміз деп тұр ғой. Көрейік қазір. 260 қайдасың сен? Біз бір үлкен таудың үстінде келатырық, не де болса бар ғой. Мына жақ бүйтіп құз болып жатыр да, құлама. Скважинасы кете беретін болып тұр ғой ары қарай да. Қалай приключение? Қызық болып жатыр ма? Қызық, өте керемет болып жатыр. Тоңып отырсың ба? Капюшон шешіп отыршы. Қараңыздар. Мына жақ кейін кәдімгідей құз болып жатыр шыны керек. 260 где ты? 260 шықпаса да, прикинь. Так, короче, бар ғой, манағы 260-шы скважина вообще шықпады алдымыздан бар ғой. Мына жолдың енді біздер почти соңына келіп қалдық. 165-ші скважина өтіп баратыр қазір бар ғой. Чё-то не то болып жатыр бар ғой. Вообще ұнамай жатыр маған. Енді мына төмпек тұр, содан ары қарай шығып алайын деп тұрмын да, көрейінші не болып жатыр. Нағыз болмаса мен обратно артқа қайтам. Сосын ар жақтан тағы да дұрыстап сұрап аламыз. Не айтасың? 260-ты қарап отырмын. Көзің бақырайып па? Шықпаса ше? Шығады жалпы жігіттер, не істесін оны алдап. Но андайда ұзақ жүріп жатқасын, что-то уже
бір түрлі болып жатсың да. Бір түрлі болып жатырмын бар ғой. Бір қызық айтайыншы сіздерге. Мен өзім таң қалып отырмын ғой, қалай олай болып кеткенін білмей жатырмын. Қараңыздар. Мынау манағы біздің перекрестік қой. Біз мына жақтан шықтық та, былайдан кеттік қой. Ойбай, бірдеңесінші скважинадан қосыласың деп. Ең басында мына жаққа қарай бұрылдық қой біздер, оңға қарай. Міне базойды жазылып тұр. Айналып. Мына перекрестік келіп қадалып қалғанымыз қалай болып кетті? А? Вообще түсінбей жатырмын. Не айтасыздар? Жазыңыздар тезірек местоположение қайда базой, қайда базой жазылып тұр міне. Но бірақ былай кететін болсаң білмеймін енді. Жол өте көп мына жақта. Сосын былай қарай жүр деді да жаңағы. Үйтіп манағы жерге бардық. Сосын что-то вообще адасып кеттік конкретно. Енді мен бір вариант бар, манағы ГПС бе, қайсысы? ГПС 3 па, соған барамда. Манағы 242 метр, 142 ма, бірдеңесінші скважинаның қасына барып, солға бұрылам ба, білмеймін, короче, жолды дұрыстап тауып алу керек болады. Ол да бірталай жол, ё-моё. Ладно, қазір көреміз, по-любому бізге жету керек. Күн батпай, хотя базойға жетіп алсақ, дальше көзді жұмып білеміз ғой жолда. ГСП 3-ке қайтып келе жатып, мына жерде қарап отырсаңыздар, көрсетші. Осыған бара тұрып, манағы оператор балдарға қайтып барамыз, бұйырса. Соларға барып, маңырап жүргенімізді түсіндіру керек болып тұр қой. Не болып кетті, брат деген сияқты да. Мана 260 скважина вообще шығып бат алдымыздан. Қазір барып сөйлесіп көрейік, не айтады. Мүмкін сопровождениемен ары шығар жібере ма деген сияқты ойда келіп жатыр да. Шығар жүрсе әдемі болар еді негізінде. Көрейік енді оператор жігіттер не айтады. Операторский деп отыр, қазір балдар тіке барамыз сояққа. Олар айтады жаңағы натуре не істеп жүр, не маңырап жүр дейтін жер қазір. Ладно, болып тұрады ондай өмір ғой. Біздер, короче, мана базойға шығып кетейін дедік та. Вообще бас, ана жақтан қайтып шықтық қой перекресттен. Ішке? Подъемнан шықтың, подъемнан шыққаннан кейін солға кетеді. Бір жол, сосын оңға кетеді. Солға кететінге түспейсің, оңға кететінге түсіп кетесің. Тіп-тіке баса бергенде алдыңда скважина тұр. Дәл алдыңда тіп-тіке сол жолмен жүре бергенде. Короче, 260-ты таба алмай жүріп қой үшін. Получается, мына жер бар ғой, мынадан көтерілем да сразу солға ма или оңға ма? Оңға түсіп 242-ге қарай да? Ке баса берсең алдынан шығады. 260 сояқтан шығады екен ғой. Сен былай бұрылып кеттің ба? Біздер былай бұрылып кетіп манағы перекресттен ат шықтық қой, короче. Бәсе ойлап қоя, ничего дедім да. Объект қой не? Көрдің ғой? Мұнамен шығасың да бүйтіп. Сосын былай бұрыласың. Мына жол ғой мынарда. Сосын бүйтіп барасың да, мына подъем ғой, мына подъем екен. Подъем көтересің да, былай жол кетеді, былай 242-ке жол кетеді. Міне. Алдында 242 деген скважина бар. Тіп-тіке бұрылмайсың. Подъем. Мына жақтарда скважиндар бар. Бұрылмайсың. Мына жақтарда скважина бұрылмайсың да. Тіп-тіке. 242-ке жақында жүріп, былай подъем қарай жол шығады. Дәл мына 242-ке жақындағанда 10-15 метр алғанда подъем шығады. Содан мына жерде 260 дейтін скважина бар. 260-тан былай қарай кетесің. Знактар бар, скважина знактары тұр. Мына жерде 189 дейтін скважина бар. 189-дан былай кететін жолда бар, былай кететін жолда бар. Мына жолға түсесің. Мына жерде R5 дейтін скважина бар. Мынаның жолында 265 дейтін скважина бар. Оған түспейсің. Мұнамен барасында мына жерде өткен поворот бар. Тіп-тіке R5 өтіп кетеді, оған өтпейсің. Главный жол мынау, нән жол. Мына жерде жазу бар ма, R20 дейтін жоқ па? Жоқ шығар. Жоқ. Мұнамен баса бересің. Мына жерде R20 дейтін скважина бар. Оған бұрылмайсың. Өтіп кетесің. Осы жол кетеді. Мына, короче, знактар бар ғой, знактар. Мынау жол, мынау төмпек қой, короче. Мынау подъем. Міне. Әне, ана подъем ғой төне. Ана подъем. Міне, жаңа солмен кеттіңдер ғой сендер. Ол подъем емес қой. Жоқ. Мына жақта ғой. Мынау ғой, мына подъем ғой, Мына мынау. подъем. Содан шыққан ғой, тек шыққан бойда міне тек мынаумен кетесің. Бірақ бұрылмайсың. Мынадан бастап есептегенде бар ғой. Ровно темір жол 60 км болады. Сондай ше. Жалпы мынау бар ғой, осы
мана сендердің жолың былай болып кетіп қалып тұр ғой да. Айналып тұр. Мына жақта бір объекттің үстіне өттіңдер ма? Иә, сосын мана Шағырлының өзіне келдік қой біздер, перекрестке келіп қалдық да. Сосын қайтып келіп отырмыз. Мына жолға түсіп кеттіңдер ғой. Сразу қайтып келдіңдер. Енді былай кетесің. Иә, все. Болды. Все, хорошо, жігіттер. Знактар бар, соған қарап отырасың. Мына 212 дейтін скважинге жақынданып бір 10-15 метр ма, 20 метр алғанда подъем шығады. Дәл қасында. Иә. Мынаған тіке бармайсыз, сөйтіп подъем. Болды, хорошо. Мына төмпек айтып отқан төмпегі міне мынау ғой, короче, кішігірім тауда. В общем, осыған көтерілу керек. Бірақ мана түсіндірген кезде 242-ден солға деп біздер түсіндік та. Даже сөйтіп айтқанда сияқты, сол жерге пікірлеріңізді жазып өтіңіздерші, егер мұқият қарап отырсаңыздар. Ал мына жерде карта бойынша чуть-чуть оңға алып кетуіміз керек екен ғой. Оңға алып кетуіміз керек. Ол жолдан түсіп кетуіміз керек болып тұр ғой, дәл осы жолдан. 242-ден өткеннен кейін сәл оңға қарай алып кетуіміз керек екен. Сосын 260 шығады алдымыздан, одан кейін 189 шығады. Сосын дальше R1 деді, короче, примерно жаттап алдым мен қазір. Енді шығуымыз керек енді. Енді қателесіп, енді ар жаққа баратын болсаң, ай шапалақпен ұрады-ау. Оны сені берем шапалаққа, я? Осы көтереді пожарник баланы. Өртенбейді ол деп та. Міне қазір біздер 242-ге келдік. Одан кейін қалай болып кетті? Оңға бұрын. Дәл сразу ма? Хорошо. Басқа жол жоқ. Ар жақта жол жоқ, я басқа. Оңға кеттік. 260-ды қарап отырың енді. 267 шығады жер. 260 енді шығады жер. Мына жер базар жоқ, қарлы екен де. Манағыда емес, мана кішкене жол деген кейбір жерлері қара-қара болып көрініп тұр ғой. Так, 260-шы скважинға келдік. Мына жерде егер қарап отырсаңыздар, Бозой Бейнеу деп жазылып тұр екен. Енді мына скважин болып тұр. Осы жаққа қарай жүре берейік. Одан кейін 189 шығу керек қой алдымыздан. Млақ деген енді мама мия болып атқан сияқты ғой. Так, міне 189 скважинға келдік. Көрінді ма? 189 скважинға келдік. Ендігі мәселе, біздер міне 189-да тұрық. Значит, біздер солға қарай кетуіміз керек, е? Солға кету үшін қалай кетеміз енді мына жерден? Так, енді 189-дан біздер былай қарай жүрейін деп батып болмаймыз ба? Жүрген ғой осы жерден. Жүргенде маған келген ғой, скважинға келген. Да, не болып кетті натуре. Тема былай, в общем. Жерлай, тема былай. Мына жерде біздер манағы келіп тірелдік қой 189-ға. Одан кейін біздер былай кеткен жоқпыз. Былайға вообще орын жоқ. Мына жерде 189 скважинадан кейін мына жақтан орын жоқ жүретін. Қар басып жатыр. Одан кейін біздер сол 189-да былай айналып, алдымызда бір скважин тұр. Соған солға қарай бұрылдық. Сосын міне алдымыздан P5 деген шықты. Қараңыздар. Міне P5 шықты. И P5 шыққаннан кейін сәл қазір алға қарай жүреміз. Ол жол міне екіге бөлініп тұр. Картадағыдай да. Мына походу P5 и біздер осы жолға түсіп алуымыз керек получается. Алдымыздан 265 деген скважина шығу керек, сосын P21 шығу керек. И осы жолмен кете беретін болып тұрық қой. Былай қарағанда енді мен білмеймін енді. Так, міне алдымыздан қазір рогатка жол шықты. Енді біздер осы главный жол кәдімгідей деді ғой. Осы главный жолмен осымен кетуіміз керек енді. Алдымыздан тағы да P21 деген скважина шығу керек, қателеспесем. И 265. Оған бұрылмаймыз, осы үлкен главный жолмен кетеміз да, алдымызда темір жол 60 км деді ғой. Енді бисмилля, жаңа дейін мына жаққа кіріп барадық біздер. Мына жақтан уже былай-былай жүретін жол жоқ екен. Бір кішкентай жол бар түскенде ары қарай. Но бірақ ол адастырып жіберетін сияқты, қаңғыртып жіберді да. Опа, мынаны қараңыздар, мына жерде енді мынандай бәле болып жатыр. Ойбай, әрең тоқтадым ғой. О деген не болып жатыр өзі? Астымыз тиіп, бұрқылдап, шырқылдап өте береміз жайлап. Менде қазір қарап отырсаңыздар, мен мына жақта зимний режимге қосып қойдым. Яғни қыс мезгілінде қар болсын, басқа болсын. То есть ол өзі төрт аяқ теуіп
подвескалардың барлығы осыған адаптироваться етіп жүретін несіне қойып қойдым, короче. Көрейік енді қалай болатынын. Бисмилля, жолымыз болсын. Жол болсын. Жол болсын. Жол болсын. Так, беш, аяққа пешке ұршы. Пеш жоқ ал. Опа, базар жоқ. Енді осыдан енді бұйырса ұрып отырайық, көрейік қалай болатынын. Батық балу жоғынан ал. Батық балып, бензин бітік балып, сосын не бар еді тағы да? Бұзылық балып жаңағындай. Ондай тема жоғынан ал. Желание жоқ, короче, оған. Егер болып атса, значит, басымызға солай жазылайын деп тұр да. Екеуміз жаңалықтардан көрсетіп. Екі жігіт Алматыға Базой арқылы өтейін деп, далада қатып тоңып. Пакешкі жағып отырдық. Бірінші ана запасканы жағып бастаймыз ғонда, да? Төртеу айту бар ғой құрсын. Спичка бірдеңе бар ғой, сенде? Таулады ондай. Болды. Жантақтар бірдеңе өсіп атыр айту. Бірдеңе қылармыз деп отырмын енді. Қысқы етікте жоқ. Алла сақтасын. Барлығы жақсы. Негатив ойламаймыз. Чисто на позитиве, на изи кетіп бара жатыр. Алдымызда нешінші скважина, қарашы. бірдеңе ма? 21 шықты ма алдымыздан? Болды онда, осымен кете бересің деді ғой мана. Ұлы жол кәдімгідей деген құлағыма майда жақып қалды да әңгімесі. Ал бисмилля кеттік ал онда. Жатыр аман-есен 22-ші шақырымға жетіп қалдық. Әрбір жүрген сайын осындай бір нелер жазылып тұр столбта. Километражы соның 60-ші километрінде бұйырса темір жол шығады дейді алдымыздан. Одан кейін оңға ма, солға ма, тіке ма, мен білмедім ал. Көре жатамыз. Мына жерде енді осындай сай тұр. Кішкене қарлар жиналып қалған. Біз көрейік енді. Мына жерді қарайтын болсаңыздар, вообще I love you болып жатыр ғой. Оба, дейсің да кете бересің, короче. Ары жағына шығып алайық, көрейік не бар екен ол жағында. Тазалаған жалпы, егер байқап қарап отырсаңыздар. Жақында сүрген ана. Алдымда экскаватор ма, жаңа сүретін бәле ма, кетіп баратса да таң қалмаймын. Енді мына жерден шықтық, барлығы былай қарап отырсаңыздар. Тіп-тіке, не ғой? Жазық, мидала ғой. Так, короче, темір жолға қарай жақындап келдік. Деген мынау деген бізді солға қарай апару керек бағытымен. Қателеспесем. Әлі жүріп жатыр, алдымыздан мынандай бір вахтовка шығып жатыр. Шамамен біздер 60-ші шақырымға жетіп қалдық. Мына жақта скважина шик номер 1 дейді. Ал явно осылай бұрылатын шығармыз енді негізінде. Басқа жол жоқ па? Яғни Уралдан сұрайық бар не де болса да. Жолдың ішінде адамдар жоқ сияқты. Қой жұмыс жасап жүрген адамдар ғой. Адамдар бар екен. Былай кетсек, Базойдан шығамыз ба? Иә? Алдында бір компрессорный бар, андай завод. Иә. Оның қасымен бүйтіп, сыртымен бүйтіп айналып грейдерге шығасыңдар. Короче, алдымыздан завод шығады да? Сосын 10 километрден кейін завод шығады. Сол заводтың мына сырт жағымен неме? Мына не жағымен, сол жағымен бүйтіп айналып городогымен. Жол бар, жүріп жатқан. Тағы да осындай жол шығады да? Осындай грейдер бар, Базойға дейін. 100 шақырым грейдермен жүресіңдер, сосын так бір 40 шақырымдай ма неге? Жанына түсесіңдер де, жиегімен отырасыңдар.
оңға қарай ма? Иә, оң жақ бетімен отырасың. А, Түскен жол бар. Қатты келіп не істеп қалмайды. Алда бұл ана грейдер біткеннен кейін не істеп па? Ашпаған ғой әлі. бірақ оңға қарай түсіп кетем да? Иә, оңға қарай түсіп кетесің. Все, рахмет аға. Так, неде болса біздер осы жолдан қайтып солға қарай бұрылып кетеміз. Алдымыздан завод шығады деді ғой. Соның сыртымен айналып, қайттан осы жолға түсетін болып тұр қой. Одан кейін тіке жүре бересің дейді да. Сосын оңға қарай түсіп кетесің дейді. Мына жол бітік бала ма, бірдеңе, ар жағы жыра ма, қыра ма, бірдеңе болып кетеді. Көрейік енді. Әдемі жолмен жүріп келе жатырдық та, жол бітік болып. Андай жолға түсіп кеттік енді, мен білмей жатырмын, қалай болып кетті мына вообще, не болып кетті. Манағы ағаның айтуы бойынша тіке жүресің, алдыңнан кішігірім завод шығады, содан солға бұрыласың, сосын заводты айналып өтіп жолға қосыласың. Мына жақта завод та жоқ, ештеңе жоқ. Сөйтіп жүріп адасамыз. Ау! Бірақ жол жүріп тастаған мен şimdi мына жақта. Жоқ. Көрейік енді не де болса. Италек болып кетті мына жол деген. Тұрыштың жолы жақсы, тіп-тіке ешқайда бұрылатыны жоқ, баса бересің. Көрейік енді, көрейік не де болса. Так, осындай бір айналада кәдімгідей жол жоқ жерлермен жүріп келе жатыр. Компрессорный ма шықты әйтеуір алдымыздан, Аллаға шүкір. Ендігі мәселе бар ғой. Мына енді қосыламыз, біздің жол бар ғой. Біздің жолға бар, Тұрыштың жолына енді қосылады мынау. Мынаны білмеймін да, мынаны білетін сияқтымын вроде. Городок па, короче, ориентир жоғалтып алдым жігіттер. Бірақ бағытпен келе жатыр енді, бисмилля деп. Қызық болып қояды мына жол деген бар ғой. Жаңа компрессорный станцияны бізде сыртымен айналып баратыр. Иә? Енді компрессорный станцияға бара қойған жоқпыз. Бірақ дәл осылайына келдік енді. Мына жолға түсейін деп жатыр. Так. Міне осы жол ғой біздің жол. Иә, осы жол баяғыдан бері жүрген жолымыз. Танып атсың ба? Иә, танып атырмын. Бірақ енді мына жерден әңгіме оңға ма, солға ма? Так. Иә, осындай жол болды. Иә, осы жол болды. Так, енді бізге оңға кетсек, ауылдан шықпаймыз ба точно? Қай беттен келе жатыр, қалай болып кетті өзі? Так, мана кісі оңға қарай деді ғой да? Негізі барып біліп аламыз бәлді. Оңға болғанда анық мистер. Жоқ, осындай жол ғой міне, шипір жатыр жолда. Менше солға кету керек сияқты менше. Неге? Давай бірінші бетек анайқа соғайық. Тіп-тіке жол жатыр екен ғой. Сосын біліп алайық. Оңға ма осы жолдан, солға ма болды. Соны білсек, шығамыз уже бұйырса. А так не вариант мынау деген. Менше солға сияқты как-то былай қарай. Бір қарайық сұрап. Иә, бір қарайық, тіп-тіке жол бар екен да жатқан. Асық қойды. Содан қалайсыз? Шүкір, нормально. Базовый қалай шығып кетеміз аға? Базовый қалай шығып кетеміз? Иә. Бұлай тік-тіке жол бар ғой, оңға сосын солға. Сөйтіп былай кету керек. Мына жаққа жүріп кетіп барасыңдар, жаңа телеуге кетеді ғой былай қарай. Солға қарай ма, былай қарай? Со до конца жүреміз ба? До конца. Болды, сау болыңыздар. Так, жаңа біліп алды. Енді осылайынан кететін болсақ, солға қарай кету керек. Мана менің чуйкім айтып тұр ғой, короче, солға қарай кету керек. Оңға қарай кетсең, уже тұрыш, бейнеу, қайтып обратно түсесің да. Мен түсіндім, короче, мынау деген кәм орта белінен келіп, жарып шығып келіп тұр ғой. Тұрыш мына бетте қалды. Мына бетте. Иә, бейнеу, бозой мына бетте, короче. И мынау біздің күнделікті жүрген шипір жол ғой, короче. Мына жақтар әдемі болып тұр, бірақ осы жолмен қазір тапап отыратын боламыз. Қараңыз, жолдың бағыты қандай, әп-әдемі болып тұр. Осы жерден өзінде, кеткеннің өзінде бар ғой, қанша жүреміз?
бірақ жақындап қалдық негізінде азғантай қалған екен. Нормально. Жүрек орнына түсті, Аллаға шүкір. Жүрек орнына түсті. Мадан бері кішкене қалай болып кетті, не болып кетті, болып жатыр еді баста. Енді сразу айтатын болсақ, қай жол жақсы? Анау ма, мынау ма дейтін болсақ, мына жолмен жақсырақ жүріп келдік. Неге? Себебі қар бар барлық жерде. Ана ойқы-шойқы жолдар вообще білінген жоқ, әдемі келдік. Тек единственно мына жол жерден келген кезде кішкене былай жол бар 10 километрдей. Онымен мына компрессордың дәл артынан шықтық қой. Поворот, бұрылыс, айналма жолдар өте көп екен, адасып кету ықтималы жоғары. Егер бейнеу шағырлымен шығатын болсаңыздар. Ал егер тұрышпен шығатын болсаңыздар, ол жерде тіп-тіке жол, дәл осы жолмен кете бересің ғой, былай айтқанда. Тек қана ояқта бір минусы, ана тұрыштан переезге келгенше дейін кішкене жаныңды қинап жүреді осы жолға түскенше дейін да. Қалған барлығы идеально. Енді Аллаға шүкір, примерно осындай бағытпен, осындай нотамен сіздерде тақымыңызды қысып отырған шығарсыздар жаңа жүрген жолдарда. Енді Аллаға шүкір көріп отқаныңыздай, мен 100% сенімдімін, что уже аман-есен жететінімізге. Сенімді болғанда сол жол екеніне сенімдімін, ал жетпейтінін енді Алла белгілі ғой, Алла белгілі. Сол себепті Алла жолымыз салса, ақтылса, бәрі нормально шығамыз деген ойдамыз. Бірақ мана Шағырлыда өте көп уақыт жоғалтып алдық енді. Былай айналып кеттік, өзіңіз көрдіңіздер. Сол себепті тағы не айтамын, басқа айтатын ештеңе жоқ. Жігіттер, сүйінші свет пайда болды. Свет деп қоясың ғой. Фук фарын қосайық. Жалпы мына компрессорный станция әрең жеттік па, бірдеңе болып кетті. Ұзақ жүріп кеттік та. Шамдар көрініп, құрдасым кішкене мәз болып жатыр. Светті көріп мәз болып отырық. Бетіне күлкі жүгіріп, ойбай жеттік па деп. Бұндай базойыңды қоя қой деп тұрып. Бұндай базойыңды келесе қоя қой деп тұрып. Ай Аллай. Шүкір айтер, аман-есен жетіп алдық. Досымның духы дерзкий екен не де болса. Ой, сенде де дух болып тұр ғой кете берген.